Көкшенің қасиетті топырағынан түлеп, саф ауасынан қуат алып, сайын даласының ән мен жырынан сусындап өскен талай таланттардың томағасы туған жерінде сыпырылып, өзі таңдаған сара жолын айшықтаған. Солардың қатарында сырлы Сырымбет өлкесінің тумасы, Саумалкөлдің шолақ өзегінде шырылдап дүние есігін ашқан дарын иесі Маманбай Өмірзақов та бар. Өнер десе, ішкен асын жерге қоятын жанның мәңгіден бақиға озғанына да бір жылдың жүзі болып қалды. Әрине, уақыт бәріне емші, дегенмен оның жанында жүрген адамгершілік қасиетінен қуат алған, жігіттік мінезіне мерейленген, әнін тыңдап, жырын жаттаған жандар әлі күнге дейін қимастықпен еске алады. Бүгінгі әңгімеміз де осы сырбазда сымбатты, байыпты да байсалды, сал серілердің сарқын шағы саналатын жігіт ағасы жайлы болмақ. Маманбай Мәнәбұлы бала күнінен құйма құлақ болды. Елдегі көпті көрген, көзі қарақты дала мектебінен білім алған жандарды жағалап, аңыз әңгіме, қисса дастандарды тыңдап, ақан сері үкілі Ыбырай, балуан шолақ Біржан Сал, Орынбай сынды дүлдүлдердің өнер жолына үңіліп, шығармаларын шарықтата орындауға машықтанды. Өзіндік мақамын қалыптастырып, жиын тойларда көзге түсті. Мектеп бітіргеннен кейін Жамбыл қаласындағы мәдениет көркем училищесіне оқуға барды. Алтынбек Қоразбаевтың классында білім алды. Қолына дипломын алған жас маман Көкшетау қаласында енді құрылып жатқан әдебиет және өнер музейінде еңбек жолын бастады. Рухани орданың жұмысын үйлестіріп жүрген жергілікті әнші сазгер Кәрім Ильясовтай жанашыр ағасы Маманбайды қанатының астына алып, қасына ертіп жүрді. Музейдің жәдігерлерімен толығу үшін ауыл-ауылды аралап, апталап, айлап сапар шекті. Ауыл адамдарымен тілдесті, өзінің де білімін толықтырды. Күні бүгінге дейін музейдің алтын қорындағы құнды мұрағаттарда Маманбайдың қолының ізі жатыр. Мен Маманбайды сонау 90-шы жылдардан танып білдім. Керемет ой өрісі жақсы дамыған, мінез жібектей, мынау серілік дәстүрдің, қазақтың сал серілік өнерінің 7-8 қабілеті бар дейтін болсақ, сол қабілеттерді бойына жинаған тұлға болды. Бір елден болсақ болып, бір елден өсіп өнсек те, Маманбай біз үшін бір эталон болатын. Оның адамгершілігі, азаматтығы, мәрттілігі, ержүректілігі, қайсарлығы, өнер саласындағы, әншілік өнердегі бір өзіндік деген мақамы болды. Мен қасымда міне 20-ші ғасырдағы қазақтың мықты серісі, Сәкен серінің суреті тұр, фотосуреті. Маманбайды осы соңғы серілердің бірі болды десем, артық айтқан болмайды. Өзінің жүріс-тұрысында, жүрген мәнерінде, сөз сөйлеу мәйегінде бір ерекше бір мәрттілік, бекзадалық болатын. Әттең өмірі қысқа болды. Бірақ қайткенмен де Маманбай біздің Көкшетау өңірінде, Көкшетау өнеріне, Көкшетаудың ішінде әсіресе сал серілік өнерге ең соңғы бір сарқын шағы сияқты. Сонау Ақан, Біржан, үкілі серілердің, Тоғжан, Арыстан, Орынбайлардың бір сарқын шағы сияқты, соның бір сарқыт сияқты көрінетін маған үнемі. Мен білетін сол кездегі бір ерекше бір эйфория,
қазақтың ұлттық әсіресе жігітшілік өнері, қазақтың әншілік өнері, Көкшетаудағы арқалық ән өнерінің бір ерекше жаңа белеске көтерілген рухы аспанға шарықтаған шағында осы Маманбайлар соның басы қасында жүрді. Сондықтан Маманбай біз үшін сал-серілік дәстүрдің бір соңғы бір ұланы сияқты, соңғы бір сарбаз сияқты көрінеді. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен ЮНЕСКО тарапынан 2016 жыл Қожа Ахмет Яссауи жылы деп жарияланып отыр. Осыған орай Ақмола облыстық әдебиет және өнер музейінің ұйымдастыруымен Яссауи бабамыздың өмір жолы мен қызметін зерттеу және түркі даласына қалдырған рухани мұрасын насихаттау мақсатында аймақаралық ғылыми конференция өтті. Қазіргі міне біздің музейіміздің ең бір керемет жәдігері ол мынау көріп тұрғандай жәдігеріміз кезіндегі Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жазып кеткен Диуани хикметі кітабы 16 ғасырдың 15 ғасыр 16 ғасырдың нұсқасы, түп нұсқа. Осы кітапты енді қазіргі кезде дәл қай үйден алды, қай сандықтан табылды, қай ауылдан табылды деп әлі де зерттеліп жатыр. Дегенмен де осы кітапты табуда Маманбай ағамыздың үлесі зор. Менің пайымдауымша енді бұл қолжазба бізге Науан Қазіреттің қарындасы болады, біздің әжеміз Нұрила әже деген. Ол кісі Науан Қазіреттің сұраған деген інісі, сол кісінің қызы осы Науан Қазіреттің қолында медреседен білім алған. Яғни Науан Қазірет бір жағдайлармен кейін тұтқынға түседі, Ресейге айдауға кетеді. Сол кездері қолжазбалары сол әжейде қалады. Әрі шәкірті, әрі өзінің манағы ағасы болып келеді. Енді егерде ол кісі тірі болса, мүмкін айтар ма еді, осы жерден табылды, осы үйден табылды деп ойлана керек. Өйткені бұл музейдің де тағдыры өзі ол кезде ашылып, бір жабылып, қайтадан ашылып жатқан кезі, сондықтан сол кезде Маманбай ағамыз басқа жұмыспен ауысып кетті де, сол ары қарай түгелдей түбіне дейін зерттелмей қалды. Енді одан кейін мен 2009 жылы келгеннен кейін бұл кітапты аудартып, 2012 жылы халықаралық конференция жасап, сол конференцияда Маманбай ағамды шақырып, сөз беріп, төрге отырғызып, осы кітаптың табылуына себепші болған деп, үлкен ағамыздың еңбегіне баға бердік. Маманбай Мәнәбұлы ашаң жүзді, ұзын бойлы, келісті келбетті болатын. Жиын тойлардың көркін ашатын ажарымен домбыраның күмбірлеті тартып, сал-серлердің әндерін әуелеті шырқауымен бірге спорт саласына да ден қойған жан болатын. 8 қырлы бір сырлы бозбаланың 90-шы жылдары еліміз егемендік алып, өшкеніміз жанған тұста өңірді қазақы салт дәстүрдің жаңғыруына алғашқылардың бірі болып үлес қосқанында айта кеткен жөн. Ол қазақ жігіттерінің өнерімен күшін, талантымен дарынын, білімімен, білігін ортаға салатын жігіт сұлтаны байқауына қатысып, абыроймен атаққа ие болғанына ауылдастары аспанға бөркін ата қуанғаны бар. Жігіт сұлтан деген мынау сайыс болды. Ол ең бірінші аудан деңгейде өтті, әр ауданда, содан кейін облыстық деңгейде, содан кейін ең мықтылары орталықта жиналып, сол кезде үлкен бір сайыс болды. Көкшенің атынан, Көкшенің байрағын көтеріп, Маманбай деген ініміз аттанды. Ел болып, жұрт болып, біз бәріміз шығарып салдық, жанкүйер болдық. Маманбай ол кезде шында да анау өткен 17-18 ғасырлар кезінде, Көкше жерінде әсіресе сал серілер көп болды. Солардың арасынан суырылып шығып осы заманға келгенде маған көрінді. Бой десем бойы бар, өте әдемі дауысы бар, спорттың жан-жағынан да өз-өзін көрсетіледі. Атқа мінсе, кәдімгідей өмір бақи аттың үстінен түспеген жігіт секілді. Сол кезде сол бірінші жастардың сондай сайысын үлкен жюри, оған аты шыққан жан-жақтан мамандар кірді. Оны басқарған Сәкен
Сері Жүнісов, халық жазушы, біздің көкшенің азаматы. Сонымен сол сайыстан оны теледидардан да көрсетіп отырды. Бәріне жанкүйер болып күтіп отырды, қалай болады. Құдайға шүкір, Маманбай абыройлы барып келді сол сайысқа. Кубогын да алды, түрлі марапаттар алды. Содан кейін елге қайтқасын кәдімгідей жастардың арасында бір үлкен бір жұлдыз, бір үлгі ретінде болды. Ән күйдің құндақ бесігінде тербеліп жетілген Маманбай Мәнәбұлы қолынан домбырасын тастамай, Ақан, Біржан, үкілі Ыбырай негізін қалаған сал серлер мектебінің мықты өкілі болды. Ол осы күнге дейін өлмей жеткен асыл мұраға көздің қара шығындай қарап, әр әннің шығу тарихына да зер салып, әр шығарманың әуезіне мән беріп, әдемі әңгімелей білетін сөз шебері еді. Құлақтың құрышын қандыратындай әсерлі жеткізуге келгенде алдына жан салмайтын. Соның бәрін өзінің табиғатына сай байыпты да байсалды қалыппен асықпай баяндайтын. Әңгімеге тартқан адамына барынша ашылып, бойындағы қабілетін ортаға сала, бар білгенін жеріне жеткізе жадына құюға жанын салатын. Замандастарының Маманбай Өмірзақовты сал серлердің соңғы сарқыншағы деуде сондықтан. Маманбай Мәнәбұлы нағыз тіл жанашыр еді. Әдебиет пен өнерді қатар алып жүріп, ана тілінің қанат жаюына да ықпал еткен жан ретінде есте қалды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Көкшетау өңірінде құрылып, жұмыс істеген қазақ тілі қоғамының белді өкілі ретінде келелі кеңестерде ойын ашық айтып, түйткілді мәселелердің түйінін тарқату жолдарын көрсетіп, кейінгі ұрпаққа таза тілімізді қалдыру қажеттігін алға тартып жүрді. Ол тілге құрметін оның салт дәстүріне, мәдениетіне, өнеріне деген сүйіспеншілігімен ұштастыра білгендігімен бағаланды. Бойында дарыны да, таланты да, өнері мол адам ол. Бірде бірегейі Өмірзақов Маманбай. Мен Маманбаймен ерте кезде 1989 жылдар Көкшетау қалалық қазақ тілі қоғамында бірге жұмыс істедім. Сол кезде мемлекеттік тілге көп көңіл аударылып, үлкен жұмыстар атқарылып жатқан кез еді. Көкшетау қаласының қазақ тілін өрлетіп, жақсартуына көп үлес қосып, үлкен игі шаралар жасап, істер жасап, сонда өзінің көп еңбегін сіңірген адамның бірі ол Маманбай деп білемін. Маманбай өте сабырлы, әр іске, әр жұмысқа байыппен, оймен келетін адам. Жанында бірге жұмыс істеп жүріп, оның адамгершілігін, жолдасқа деген сондай адалдығын, ақыл ойының тереңдігін, тілге деген құрметін, қазақтың салт дәстүріне деген құрметін мен көрдім. Әрине, Маманбайдың таланты, дарыны, ол өнері өте сондай керемет. Және Маманбайдың тек қана талантты адам, бар жағынан талантты дейді. Маманбай өнерге өте жақын болды. Біздің керемет, елге белгілі, атақты Біржан Сал, Ақан Сері аталарымыздың жалғастырушысы, ізбасары деп Маманбайды айталар едім. Дауысы, әуені адамның жүрегін бойлап алатын. Өнерге деген оның сүйіспеншілігі, қазақтың салт дәстүріне деген құрметі өте үлкен болды. Достыққа, адал жолдастыққа, жомарт жанның жанында жүруге, әнін тыңдауға, әңгімесін естуге құмарлар қатарда көп болатын. Бар болмысымен, жүріс-тұрысымен, қайсарлығымен, қайратымен, ерік жігерімен ақ жігіттерді жанына жинайтын ол әскер қатарына барған кездің өзінде қазақтың қара домбырасын жанына серік етіп, әуелеті әнін шырқап, сарбаздарға сайын таласына деген сағынышын жеткізгені де күні кеше. Бұл 2 жыл ауылдан жырақта, сапта солдат етігімен бірге жүрген жауынгер жолдастарының есінен ешқашан шықпайды. And there's a golden medalist in category plus 98 kilograms, Tergobekov Yerkana. Маманбайды ішіміз қимағанмен, қимаймыз осы күнге дейін қандай азамат. Мен кішкене сіздерге өмір тарихымыз айтайын. 1981 жылы біз Литва қаласында әскерге бірге бардық. Әскерлік міндетіміз атқарып.
Сонда Маманбай Көкшетаудан келді, мен Қарағандыдан келдім. Сонда Маманбай әскерге домбырасын арқалап келді. Содан мен де ән айтып шырқаймын, Маманбай да ән шырқайды, содан домбыра екеумізді жақын араластырып жүр домбыраның арқасында. Содан енді Маманбайдың сол кезде зеректігі, ол өзі керемет. Сол кезде мынау поэмаларды оқып, сол кезде мынау жаңа ақан серінің жаңағы ләйлімге шығарған несін айтып, сол кезде елдің бәрін таң қалдырып. Мынау Сәкен Сейфуллиннің ақсақ киігін айтады, сонда ән айтады. Сонда сол ешқайдан жазған жоқсыз, Маманбайдан естігенбіз. Маманбаймен бірге енді мен Көкшетау қаласының ат спортын басқардым. Сонда Көкшетауда болғанда жақсы біраз бір-екі үш кездесіп араласып қалдық. Одан кейін кішкене көп біраз уақыт арамыз араласпай, содан ортамызда біраз уақыт болғаннан кейін көрмей Құсман деген ағамыздың қызын құдалық келгенде, сол құдалықты біз Маманбай екеуміз Астанада басқардық. Құсманның қызының сол жылдық құда шақыруын. Сонда кейіннен түнде қалып, ақырғы күн болғанымыз ғой деймін. Таң атқанша өлең айттық екеуміз. Әнімде барладым, бір саған жан жарың, жүрейін тек қана, аңсадым арманым. Күн қандай тамаша, ешқайық оңашай, ән салып қайтайық, көңіліңіз қаласай. Құлыныма ерғанат керемет әні зерек болып солай әнге деген әндерің бәрі басым деп арқамнан қағып. Содан Аманбай жолдасымыз енді бәріміз қимаймыз оны. Өнер жолын таңдаса да сол өнердің қызығына бойлай алмай, қолдау таппаған Маманбай Мәнәбұлы өмірінің соңғы жылдарын туған ауылы Шолақ өзекте өткізді. Әлде туған топырағына кіндігімен байланған жанды туған үйдің түтіні тартты ма екен? Қандай армандары, қандай мақсаттары болғанын көпшілікке ашып айтпаған да шығар. Бірақ оның өзі таңдаған жолда жүрсе, мәдениеттің мәртебесін биіктетіп, өнердің шашбауын көтеретіні еш шүбәсіз еді. Өйткені ол тұла бойы ән мен жырдан жаралған жан болатын. Енді құрметті ағайын туған туысқандар, 1991 жылғы республикалық жігіт сұлтаны сіздердің орталарыңызда айыртаулық азамат, Көкшетау облысының абыройын сақтап келген азаматтың бірі Маманбай Өмірзақов деп баяғыда осылай әдебиет ететіңіз. Көп болды бұны солай айтпағаныма бүгін қуаныштымын, тағы бір атап өттім. Сіздердің алдарыңызда Маманбай Өмірзақов. Allah ömür olsun. Benim keşfetler bunu beyan etmem. Ben sağlık amayansı olabilirim. Size Şahsımda oldum baldırgan, kalaydı rengi kandırgan, sol baldırgan gezimde kaşıktı mutlu şandırgan. Şahsımda buldum baldırgan, şahsımda buldum baldırgan, kalaydı süzgü kandırgan, sol baldırgan gezimde kaşıktı mutlu şandırgan. Baldırgan gezimde kaşıktı otu jandırgan. Hayran dünya ötken gün, hayran dünya ötken gün, kәрlік туып жеткен gün, қара бурай қарта келіп шарбасына шөккен gün. Hayran dünya ötken gün, hayran dünya ötken gün, kәрlік туып жеткен gün, қара бура қартайып шарбасына шөккен gün. Қарай бура қартайып шарбасына шөккен gün. Берейін жастар батамды, сендерге тізгін көшкен gün, кәрлері бесік тербетіп жастар гүлдеп өскен gün.
жасымда болдым қандай боп, жасымда болдым қандай боп, сүйіп өткен сондай боп, болам деген ой бар мен, аппақ шұнақ шалдай боп, болам деген ой бар мен, аппақ шұнақ шалдай боп. Жасымда болдым балдырған, жасымда болдым балдырған, талайды әңге қандырған, сол балдырған кезімде ғашықты отты жандырған. Сол балдырған кезімде ғашықты отты жандырған. Халық сұрап отыр. Кім айтты қажылар мен имамдар өлең айтпайды деп? Сол қажылардың, имамдардың бәрі сол әдемі дауысын сол өнерден алған. Халық сұраймыз ба? Шапалақ қайда? Не болып жүр заман жаным, қанша мәрет ойлансам да, құпиямды таба алмадым. Қанша мәрет ойлансам да, құпиямды таба алмадым. Неге жаным үндемейсің, сенсіз күнім түндемейсің, неге қызғалды тақтай ажарланып гүлдемейсің, неге қызғалды тақтай ажарланып гүлдемейсің. Сенсіз атпас бадарыңым, сенсіз қалай ойлатамын. Келші құрбым бір жүздейік, махаббаттың айдынындай. Махаббаттың Мәке, бір минутқа. Жоқ, әдемі айттың, шындай кезде ішіне жүрген жоқ. Әдемі айттың. Қолдау таппағандықтан ол енді қалған жоспарымды, ғұмырымды өзіме арнайын деп ол ауылға кетті. Бірақ Алла тағаланың енді әуелде адамның маңдайына жазған бір бұйрығы болады екен ғой, сол бұйрықпен адам жүретін болса, ол берекеде болады дейді. Мамынбайдың тағдырына жазылған өнер көпшіліктің алдында жүру еді, маңдайы жарқырап. Егер Мамынбай әлі күнге дейін сол өнер жолынан таймағанда, өнер жолын ұстанғанда, тағдыры басқа болушы ма еді деп мен ойлаймын. Әлі күнге дейін мен сол Мамынбайды арман мақсаттарын іске асыра алмай кеткен асыл азамат, есіл ер деп еске аламын. 21 жыл мен барып қаннан кейін, өзімді таныстырғаннан кейін, мен танитын ол кісі, және мен ол кісі жас танитынды айтқан кезде әңгімеміз жалғасып, сол Ақан сері жайлы, сол жердегі үлкен тұлғалар жайлы көптеген мағлұматын берген болатын. Екеуміз сол арадан бастап жақсы қарым-қатынаста болдық. Тек хабарласпасақ та бір-бірімізге деген пейіл ниетіміз әрқашанда жақсы болды. Және бірнеше рет сәлем айтып жүрген күндеріміз болды. Сондай сәттер болды. Мамынбай Өмірзақовты менің көңілімді, менің осы өмірімді, ол кісінің орны сондай бір
үлкен тұлға ретінде кешегі сал-серілер мұрасын терең білген және соны кейінгі ұрпаққа қалдыра білген тұлға ретінде есімде қалды. Дарынды жандардың дара жолы, соны сүрлеуі болатыны даусыз. Көкше өңіріні ислам дінінің дәнін еккен Науан Хазіретті тұлғаның тікелей ұрпағы саналатын Маманбай Мәнәбұлы да имани жолды таңдады. Құран сүрелерін өзіндік мақаммен орындағанда талайдың жүрегіне ізгілік нұрын сеу, жанына жарық сыйлайтын. Ендігі жерде жәннаттың бағын аралап жүрген біздің бүгінгі кейіпкеріміздің жаратушымыз нұрын пейіште шалқытып топырағын торқа етсін.